шенеуніктер 100% орысша сөйлейді. 100% қазақша сөйлеп, орысша білмейтін бір шенеунік жоқ. Шыңғысхан бауыршы, желме, бәрі де жалайырлар дейді. Біз ұлт болғанбыз, ұлттан ыдырап барамыз. Біздің ұлттық санамызда бір бәле бар. Бір-бірімізді құптамауымыз керек, бір-бірімізге қарсы шығуымыз керек, бір-бірімізді құртуымыз керек. Бұл кеңес заманындағы құл болып үйренген мінезден әлі шыққанымыз жоқ. Орбұлақ шайқасың болмағанда сол айтылды Оралман. Мен айтамын, сонда сендер не үшін оралдыңдар, айналайын. Оралмай-ақ қоймады ма? Сол Қытайында ма, Моңғолиясында жүре бермей ме? Өз жерін ұнатпайтын болса, тарихын ұнатпайтын болса. Орыс тілінен енген сөздер дейді, өзгертілмей. Сол елде қалай жазылса, сол орфографиялық өзгертілмей жазылу керек дейді. Озма тәуелсіздік тіліңнен алғаны? Министр яғни. Министр жаңағы Саясат Нұрбеков. Ол қандай мәдениеті бар министр? Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институтының емлесі Ахмет Байтұрсыновтың іліміне қарсы. Армысыз жасалаш YouTube каналының көрермені. Бүгін біз белгілі жазушы, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Бексұлтан Нұржекеевтің үйіндеміз. Бексұлтан аға, бізге сұхбат беруге келіскеніңізге көп рахмет. Енді сұрақты бірден өзіңізге төтесінен қойғым келіп отыр. Мынау жақында біз Ресеймен бірлесіп тарих жазамыз деген ақпарат тарады. Бірі жаулап алушы ел, бірі отар ел. Екі ел бірлесіп тарих жазса, ол жаулап алушының бір мақсат мүддесіне жұмыс істеп кетпей ме? Мен ол мәліметті естідім. Ортақ түрік халықтарын ортақ емлесін жасаймыз дегенді де естідім. Өзің тәуелсіз ел болсаң, екі тәуелсіз ел ортақ тарих жазу дегенді ұғу өте қиын. Мүмкін де емес. Ол өтірік саяси бір науқан сияқты ма, халықты алдайтұғын бір нәрсе сияқты. Қатар отырған екі мемлекет бірін-бірі сыйлауы мүмкін. Бірімен бірі ортақ бір экономикалық жағдай жасауы мүмкін. Саяси бағдар ұстауы мүмкін. Бірақ тарих деген өткен нәрсе. Халықтың басына кешкен оқиғалар. Оны қалай ортақ жазуға болады? Біріне бір қаратуға болар. Ал ортақ тарих жазу дегенде адамның басына сыйу қиын. Мысалы, біз өзіміз Шыңғысханды жазғымыз келеді. Орыстың тарихшылары отырды да, Шыңғысхан деген ол қазақ емес. Ол қалмақ, қалқа дейді. Ал кім күшті, соның айтқаны болу керек. Сонда Шыңғысхан Кереймен де бірге тұрмаған, Найманмен де бірге тұрмаған, Меркітпен де бірге тұрмаған, Жалайырмен де бірге тұрмаған, Қоңыратпен де бірге тұрмаған қалқа болып шығады. Шыңғысханның заманында қалқа деген халық жоқ, бірақ орыс тарихшылар да айтады, түрік бәрі қалқа деген жоқ ол кезде. Орыс тарихшылар айтады, бұл 15-16 ғасырда түрік менен манжур түнгістердің қосылуынан шыққан халық дейді. Шыңғысхан 12 ғасырдың адамы. Қалқа 15, сонда арасында 300-400 жыл бар. Ал қалай келісесің, қалай ортақ тарих жазуға болады? Тек төбелесуге болады, шатақтасуға кетсесің. Не ол жеңеді, не сен жеңесің. Бұл әшейін мүмкін емес нәрсе. Мүмкін емес. Мысалы, енді Совет кеңес заманын жазу керек болады. Орыстар айтады, біз басқа халықты қанағамыз жоқ. Біз әділеттік жасадық. Сол империялық заман жақсы болатын. Совет өкіметі әлемдегі күшті мемлекеттің бірі болды. Онымен Америкада санасатын, Қытайда санасатын ірі мемлекет болды дейді. Совет өкіметінің ыдырауы бұл дұрыс болмады дейді. Ал не дейсің? Оның құрамындағы Украинада, Қазақта, Өзбекте бәрі Сталиннің айтуы бойынша бір халыққа айналуы керек еді. Бір тіл болуы керек еді. Басқа тілдер құру керек еді дейді. Ал сен де оған қалай қарсы шығасың? Бұл мүмкін емес нәрсе ғой. Сондықтан осы біздің қазақ қашқанның да алдына түсіп алады, қуғанның да алдына түсіп алады. Өзінің беті, өзінің дүмі мықты емес. Дүмі мықты емес деген сөз білімі нашар. Өл десең өле салады, тіріл десең тіріле салады, бұйрықты орындайтын ғана бір халық. Солай болып барамыз. Кеңес заманында солай болатын. Мынау халық жауы десе,
Бірінші шығып қазақтың өзі шығатын. Бұл Ахмет Байтұрсынов деген сондай адам. Орыс пен қазақтың жақындасуына қарсы тұрды. Орыстың тілін қазақтың тіліне енгізуге қарсы болды деп шыға келдік қой. Иә. Соны қайтадан келтіруіміз керек пе? Ортақ тарих деген. Халық жауы деген дұрыс болды дейміз бе сонда ортақ тарихта? Бұл адамның менің миыма сыймайды. Оның данышпандардың қалай айтып отырғанын мен білмеймін. Ал енді ортақ емлені қара. Түрік халқының өзін ортақ емле жасай алмайсың. Өзбек басқаша сөйлейді, о да түрік. Түрік те басқаша сөйлейді, о да түрік. Түрікмен де солай. Татар да солай. Башқұрт та солай. Қалай ортақ емле жасасын? Солай істейміз деп жатыр ғой енді. Бұның бәрі мына халықты менсінбеу. Біздің осы сөзімізді халық қалай қарайды? Білім жоқ халық, біздің айтқанымызды істейді деген үлкен жаман пиғылдан шыққан нәрселер бұлар. Ана мемлекетпен достығымызды көрсетейік дейді. Менің өзім бір мысал айтайын. Мына Алматының шығыс жағында үлкен достық даңғылы бар. Ол кіммен достықтың даңғылы? Неге достық деген көшені қойымыз керек? Кіммен достық ол? Орыс халқымен деген кезінде солай болатын. А неге осы қазақ хандығын құрған Керей Жәнібектің даңғылы деп атамаймыз мысалы? Кім бізге кедергі жасайтын оған? Әлі өзімізде ақыл жоқ, өзімізде білім жоқ, өзімізде бір ұлт болайық деген ниет жоқ. Ұлт болайық деген ниет жоқ. Ортақ анаға. Ортақ өгізден оңаша бұзауым деген ғой қазақ. Тәуелсіздік деген сол ғой. Өз тіліңді дамытуың керек, өз тарихыңды дамытуың керек, өз экономикаңды дамытуың керек, өз әдет ғұрпыңды дамытуың керек. Міне осыдан барып тәуелсіздік шығады. Ортақ боламыз деп Қытайға бір қара, Орысқа бір қара, Өзбекке бір қара, Америкаға бір қара. Біресе анаға рұқсат. Сонда ұлт деген жойылады ғой. Бұл жақсылық емес. Қазақты қалыптастыратын екі сөздің бірінде мынау енді сендер де журналшысыңдар ғой балаларым. Осы журналшылардың көбі осындай болып кетті. Бүгін президент сөйлесе, ертең президенттің сөзін халыққа жеткіземіз дейді. Сонда ана халық надан. Көрдің бе? Президенттің айтқанын ұқпайды. Соның жолдауын, не қорытындауын оған түсіндіруің керек. Бұл кеңес заманының әдісі. Ол білімді, сенен артық білмесе кем білмейтін халық тыңдап отырып өзі түсінеді. Сен оның жазғанын жүзеге асыр, айтқанын жүзеге асыр. Бұл басқа мәселе. Ол халыққа насихаттау. Мен оны ұқпаймын. Ол кеңес заманының дәуірі. Біз жаңа дәуірге көшуіміз керек. Сөз бен істің арасы бірдей болу керек деген мағынаға көшуіміз керек. Анау сөйлеп кетті, ойбай, кез келген нәрсе айтады, президенттің нұсқауыменен үлкен көпір салып жатырмыз дейді. Ал нұсқамады. Президенттің уақыты да жоқ. Сенің көпірді салуға. Оның арналған министрі бар. Бөліне солмесе. Бұл кеңес заманындағы құл болып үйренген мінезден әлі шыққанымыз жоқ. Жоғары жақ құл солай ғой. Жоғары жақ айтады, төмен жақ орындайды. Ана жақ айтады, сен орындайсың. Анау бастық, сен құл. Бұдан көшу керек. Бұдан арылмадық қой міне. 30 қанша жыл болды. Жоғары жақ айтады, сен орындайсың. Орындап шығынасың, бітті. А мысалы, бұның мен жай құр сөз емес, мен бұнайындай нәрсені мысал айтайын. 23 жылы президентке хат жаздым. Мынау бізде биыл үлкен қателік кетті дедім. 24 жыл жаздым ба? Былтыр осындай үлкен қателік кетті дедім. Бұдан кейін қазақ деген халық бола ма, болмай ма деген 35 жылға созылған зобалаң, ақтабан шұбырынды Алқакөл сұламаға 300 жыл өтті. Бұны мемлекеттік деңгейде ешкім атап өткен жоқ. Тек қана Қызылжарда Қожаберген жыраудың 360 жылдығы, Ақтабан шұбырындың 300 жылдығы деп бір облыс өткізді. Өзінің демеушілерімен бәрімізді шақырды, бардық. А неге мемлекет өткізбейді? Ғылым және жоғарғы білім министрлігі бар. Тарих, этнология институты бар. Әрбір оқу орны бар. Олардың бәрінде тарих факультеті бар.
Олар неге оны өткізбейді? Бір жиналыс салып өткізбей ма? Тарихын айтсам, ақша болынбайды дейді. Қалай ақша болмайды? Ғылым академиясының үлкен залы бар. 3-4 тарихшы, тарихының докторына тапсырма бер, жұртты шақыр, Ақтабан шұбырындардың кесеп атын, оның қалында неге ол басталды, ол қалай жойылды, оның артын шыққан батыр. Қазақтың 70% батырларының бәрі Ақтабан шұбырында шыққан батырлар. 255 жыл соғысты қалмақтармен. Соның аяғында қалмақта құрылды, біз бодан болып орыстың несіне кірдік. Осыны ұмыттық. Және сол жылы 50 мың қалмақтың қолын 700-ақ жауынгермен бекіткен Салқам Жәңгірдің ұлы жеңісі Орбұлақ шайқасына 380 жылда. Тек қана сол Орбұлақ өткен Жаркент ауданында атап өтті, бітті. А мемлекет қайда? Неге мемлекет өткізбейді? Міне, патриоттық баулу, тәрбие беруді башайды көп рөл. Тәрбие берсең, тәрбиеге сұранып тұрған нәрселерді атап өтпедік қой, көрдің ба? Бұның бәрі не? Бізде Қытаймен тату болу керек, саясаты жақсы жүреді, Ресеймен жақсы жүреді, Америкамен санасып жүреді. Өзіміздің ішкі саясатының тәуелсіздігін нығайту мәселесі неге жүрмейді? Осы ғой. Осыған айтып хат жаздым. Сонда өзі жұмыс істемей отырған, өзі соған жауапты, бірақ сол жауапты ісін атқарамай отырған Саясат Нұрбековке жібереді. Мен соның істемей отырғанын айтып отырмын ғой. Бұл кеңес заманындағы бюрократия бұл. Қазір ол асқында. Мына мен үшін емес, ұлтым үшін істейін деген бір үлгі алатын азаматты айтшы. Кешегілердің айтамыз. Мысалы қазір айтады, мына біздің өсіп кеткенімізде Тұрар Рысқұлов кінәлі екен деген кешегі Мұхтар Мағауин айтты мысалы. Ашаршылықты ұйымдастырған Тұрар Сталиннің кінәсі жоқ. Калининнің кінәсі жоқ. Қазақтың өзі кінәлі болды. Осындай тарих бола ма көкем? Осындай халық бола ма? Сталиннің негізгі қулық саясатының өзі халық жауы деп анандатасың, мынандатасың. Кейін сол халықтар өзі ұрысымен болады. Ахмет Байтұрсыновты кім атқызды? Ахмет Байтұрсынов екеуі де қазақ болады, Сталиннің кінәсі жоқ болды. Міне соған келдік. Міне сондықтан ортақ тарих жазу, ортақ емле жазу деген тәуелсіздіктің шеңберін тарылту. Болашақта ұлттың құруына қауіп төндіру. Бұның басқа аты жоқ. Онда сұрағымды былай қояйын аға. Анатолий Вестерман деген империялар ыдырап, кейін қайта қалпына келеді деді. Мына біздің КСРО да осы жақын 1-2 жылда қайта қалпына келіп қалуы мүмкін деп айтты да. Бұл Ресей не үшін КСРОны қайта қалпына келтіруге ынталы болып жатыр? Сол жолда жұмыс істеп жатыр яғни. Оған ынталы болатын себебін білендей ненің қажеті жоқ. Орыс халқын күшейту, орыс халқын басқа халықтарда үстінен қарайтын ұлы халық қылу, бізді сол аға халықта мына кіші халық бас етейтін халық керек. Өзі бүкіл Ресейдің жері ана мұхиттан мына мұхитқа созылған. Соның бәрі адамгершілікпен ба ма? Бәрі басқыншылықпен артылды ғой. Соны дамыту, басқаны басып алуды батырлық санайды, басқаны өзіне бағындыруды ерлік санайды, күштілік санайды. Демократия деген солар олар үшін. А демократия деген біздің үшін екі мемлекеттің бір-бірімен санасуы, сыйысуы, сыйласуы. А олар үшін Ресейдің басқаларға билік жүргізуі. Сол баяғы билік танса, оны басқаша түсіндіруге болмайды. А біз соны ой деп, өзі қай жылы, осыдан 7-8 жыл бұрын бір депутаттың әйелі, мен осыны қоймасаң, мен Путинге айтам деді ғой. Иә. Ол жақында да айтылып жүр бұндай мәселе. Психологияны қара. Сонда біздің мемлекеттің басшысын қарап тұратын тағы бір мемлекеттің басшысы болу керек. Совет одағында кез ғой. Қонаевтың үстінде ана жақта Горбачев отырды емес пе? Көрдің ба? Сонда мынаған риза болмаса, анаған хат жазу керек. Міне. Қазір бірлік, ынтымақ дегенді көп айтамыз. Тәуелсіздік деген соны орнаттық па? Ешқандай орнатқанымыз жоқ. Қазір, мысалы, айтайын жаңағы Қызылжарда болған Қожаберген жыраудың 360 жылдығын айттық қой. Осында бір топ тарихшы бар. Мына Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты бар. Солардың өзі бір топ тарих өзінің ғалымдарын жинап алып, Қожаберген жырау деген өмірде болған жоқ.
Толыбай сыншы болған жоқ, сегіздер болған жоқ деп институттың өзі қарсы шықты. Ал ол Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының міндеті қазақтың ашылмай жатқан әдеби тарихын, мәдени тарихын көтеру. Сонда деймін, айналайын-ау, соның директорынан бастап қол қойып отыр ғой. Кім? Кенжехан Матыжанов. Мәшһүр Жүсіп деген бабамыз өткен. 1931 жылы қайтыс болды, ашаршылықтан бір жыл бұрын. Сол кісінің 20 томдығы шықты 2013 жылы. Оған дейін бір томдығы шықты, 2 томдығы шықты. Өйткені ол кісі анау ескі араб қарпімен жазады. Соның бәрін аударатын адам болған жоқ. Оны мына Қытайдан келген оралмандар келді ғой. Солардың ішінде ғана шыға бастағаннан кейін 2 томдығы шықты. Мысалы, Сәрсенбі Дәуітов деген сол жақтан келген біздің ауылдас інім болды. Сол 2 томдығын шығарды. Оған дейін оқи алмай отырдық қой. Енді соны 2013 жылы 20 томдығын шығарды. Балалары, ұрпақтары, немерелері. Соның 16-шы, 17, 18, 19-шы түгел. Солардың бәрінде тіліп қаш. Әсіресе 18-шы жылдары бір 30%. Қожаберген жырауға, Толыбай сыншыға арналған бәрінің болған. Сонда Мақпал сұлуға арнаған сегіздерінің өлеңі мынау, Ғайниға арнаған өлеңі мынау деп жазылып тұр. Сонда әдебиет және өнер институтының директоры, сонда қызметкерлері ойбай Мәшһүр Жүсіп бабамыз жазып кеткен, соны халыққа жеткізейік деген орнына оны құртып отыр. Бұл қандай халықпыз сонда? Ана институт не үшін аштық? Өзіміздің әдебиетіміз, өз мәдениетімізді құрту үшін ба? Бір адам былқ деген жоқ қой соған. Өйткені оған ешкімнің жұмысы жоқ. Ішкі жұмысты, ішкі мемізді атқаратын адам жоқ, басшы жоқ. Оны вице-президент аралау керек, қарау керек. Біз сыртқы саясат, Украинамен қалай боламыз, Польшамен, оны қатырып жатырған шығарымыз. Тәуелсіздіктің ол бір қанаты. Екінші негізгі қанаты ішкі тілді, ұлтты нығайту, басқа халықтардың қатарына қосу, тәуелсіз етермен бір бөлу. Ол бір болу деген қаптаған үй салумен ғана бітпейді. О да керек. Тіл. Тіл құрған жерде халық құриды. Бұлар кеп ортақ емле жасаймыз дейді. Ортақ емлені қалай жасайсың? Ортақ емлені жасау мүмкін емес. Өйткені өзбектің өз тілі бар, түріктің өз тілі бар, татардың өз тілі бар, қазақтың өз тілі бар. Ең жақын тіл деген бізге Қарақалпақ қой. Оның өзінің тілдік ерекшелігі бар. Қалай ортақ емле жазасың? Емле деден бірдей жазу деген сөз ғой. Емлең ортақ болған соң бірдей жазасың. Бұл қалай болады? Осындай сөздерге көзімізді бақырайтып қойып, осы адамдар жазады. Енді мына жаңа емлені айтып отырмын ғой. Осы емлеге сендердің көңілдерің тола ма, толмай ма, оны мен білмеймін. Бізді мүйізі қарағайдай ағаларымыз оқытты. Бірақ олардың бәрі Ахмет Байтұрсынов, Халел Досмұхамедовтер халық жауы болып кеткеннен кейін қазақы емлені көтере алмаған адамдар. Көтергісі келген жоқ. Тәуелсіздік алғаннан кейін 92 жылы мен мақала жаздым. Осы орыс емлесінің ықпалынан шығу керек деп. Сонда мені қомтаған бір адам болды. Ибраим Маманов деген. Кешегі Маман Тұрысбектердің тұқымы. Халық жауларының тұқымы былайша айтқанда. Бізді оқытқан үлкен кісі. Үлкен басыменен мені кемсігі Бексұлтан сенің мақалаңды оқыдым, сені қолдап мені мақала жаздым деп жазды. Екеумізге де Қарағанда отырып Қордабаев қарсы шықты. Мына қазақтарыш. Сонда Ахмет Байтұрсыновтың сотталғанында дұрыс, халық жау болғанда дұрыс болып шықты ғой сонда. Біз айтамыз, Ахмет Байтұрсыновтың айтқан емлесін жүзеге асыру керек. Ол кезде Ахмет Байтұрсынов ақталған. 88 жылы желтоқсанда ақталды. Кімде? Халел Досмұхамедовте. Енді соны жүзеге асырайық. Ана тарих ғылымының докторлары. Неге? Және тарих ғылымының докторы кейін академик болды. Сол мектеп баспасында Жарылқасын Нұсқабаев деген директор болып отырған. Сол жаңа Қордабаевтың кітабын шығаратын болды. Қордабаевтың кітабында Қордабаевтың өзі алғы сөзінде жазыпты. Осы алғаш қазақтың емлесін жасаған бір адам Ахмет Байтұрсынов деп бітті. Басқа сөйлем жоқ. Соны Рабиға Сыздықоваға пікір жазуға рецензия дейді ғой. Соны берген ғой.
Ал о кісі кеп неткен, мынандай халық жауып өткен Ахмет Байтұрсыновтың аты мына кітапта кетіп бара жатыр, бұл не деген сұмдық, бұның бәрі мынаны осындай отырған адамдарды қызметтен босату керек деп. Жарылқасынды коллегия салады. О кезде баспасөз коллегиясының төрағасы кім? Зікриянов деген кісі. Ақылды, пайсалды сондай адам болатын. О кісі қарап отырады енді, Ахмет Байтұрсыновты мен қолдаймын дей алмайды ол әлі. Содан не істейді? Мынау жігіт әр жерде істеген, өзіміздің тәрбиелеген адам екен, азамат екен, бір қателік жасаған екен. Бұны енді сіздердің ұсыныстарыңызбен қызметінен алмайық, бірақ қатаң ақырғы сөгіс берейік деп қалдырды. Іші Ахмет Байтұрсыновқа бұрып тұр, бірақ ашық айта алмайды. Кеңес өкіметінің қылышы төбесінде тұр. Анандай адамдар да бар, мына ондай адамдар бар. Қырып жоятын адамдар да бар, анандай қорғайтын адамдар бар. Содан келесі жылы ақталды. Мен көрінбейтін көсеу деп әңгіме жаздым. Көрінбей зұлымдық жасап алады да, келгенде жарқ етіп, мен дұрыс болып көріне қалады. Және жаздым, бұл әңгімемді сол кезде мектеп баспасының директоры Жарылқасын Нұсқабаевқа арнаймын деп тұрып жаздым. Ішінде Рәбиға деген кейіпкер бар, бірақ басқаша айтып. Ішіме сыймаған соң жаздым. Біз осындай халықпыз ғой. Біреуміз біреуге қоптамаймыз. Жоқ қыламыз. Ана өзің ғана көр, мемлекет құрып кетеме, халық құрып болса жұмыс жоқ. Өзінің атын шығару керек. Әйтпесе, Мәшір Жүсіп айтып отырған, көріп отырған кім? Жаяу Мұса, ер 8 деген дастан жазады. 3 жыл мен 8-дің қасында шәкірті болдым деп жазады. Өзінің өлеңінде Орынборға барғанында деп Сапаржан деген әнде де тұр ғой. Омбыға барған рас. 8-ерге шәкірт болған рас. Сөйтіп отырып, бүйректен сирақ шығарып отырамыз. 8-ердің жоқ дейміз яғни. Жоқ дейміз, 8-ерде жоқ, онда жоқ. Мына Шапырашты Қазыбек Тауасарлыда болған жоқ. Ұлы жүздің қолын ақтаған Шымырды ол басқарған жоқ. Сонда мен ұлы жүздің адаммын. Жаңағы Қазыбек Тауасарлының қол астында болған менің бабаларым бар, аталарым бар. Сонда менен артық біледі. Анау Ақтөбеде жатқан біреу, анау Петропавлдың ар жағында жатқан біреу, анау Қытайдан келген біреу. Орбұлақ шайқасының болмағанда сол айтылды, оралман. Мен айтам, сонда сендер не үшін оралдыңдар, айналайын? Өз халқыңның тарихын жоқ қылу үшін оралдың ба? Әлімғазы деген бір тарихшы бар осында. Орбұлақ шайқасы деген қолдан жасалған тарих, Қазыбек Тауасарлы деген қолдан жасалған нәрсе, Шыңғыс ханды қазақ деген қолдан жасалған. Ал, өз қазағың өзіңе. Ол қайдан біледі? Қолдан жасалғанын. Кітаптағы мен оқыған, мен қайдан білем? Шыңғыс ханның заманда мен де болған жоқпын, ол да болған жоқпын ғой. Орбұлақ шайқасы деген 2 шақырымнан асатын жердің өзін көріп, менің туған жерімде ғой. Бұл ұрушылдық дейді. Неге ол Бек Сұлтанның жерінде болу керек? Осындай сөз бола ма екен? Ол кезде Жаркент деген жоқ дейді. 12-ші жылғы Жаркент болмаса сонда шындық болмай ма? Осындай адамдар бар. Одан да олар өз халқын оралмай-ақ қоймады ма? Сол Қытайында ма, Монғолиясында жүре бермей ма? Өз жерін ұнатпайтын болса, тарихын ұнатпайтын болса. Осындармен қалай ортақ тарих жазуға болады мүмкін? Өз-өзіміз келісе алмай жатырмыз. Өзімізге өзіміз жау. Мен қазақтың жауы қазақ дегенге сондай шіміркеніп қарап талай жігітке қарсы сөз айттым. Сендер бұлар, сөйтсем рас екен ғой деп. Бір анекдот бар ғой. Өзбектің қасында шұңқырға түсіп шығып кетпесін деп қарауыл қояды. Татардың қасында қазақия қоймай-ақ қойыңдар, олар өзі бірін-бірі шығармайды. Рас екен ғой соның бәрі. Халық шыдамаған соң осындай анекдоттар шығады екен ғой. Міне, ал енді сен бері қара, жаңа Ахмет Байтұрсыновты айтқаны. Мен осының бәрін тілдің мәселесін Тоқаевқа жаздым ғой. Былтыр. Сонда содан маған мына сіздің қатыңызды алдық деген жауапта келмейді. Өйткені ән жерде отырғандардың бәрі Ахмет Байтұрсыновтың ілімін оқымаған адамдар. Білмейді дейсіз ғой яғни, Білмейді, естімеген. Олар енді Ахмет Байтұрсынов ақталды деп, міне Ахмет Байтұрсыновтың Халел Есімханның ілімі дегенді біздің мектепте әлі жүрген жоқ. Қазіргі тіл білімінің мына емлеміз бар ғой. Бұның бәрі 40-шы жылдан бері келе жатқан орыстандыру саясатындағы емле. Сонымен әлі оқып келе жатырмыз. Сонда ана менің арызымды бір неге жіберген едің, сондағы жігіт маған аға осындай қатыңыз түсті, олай былай деп айтады да, сіз сонда орфоэпия бойынша жазуды ұсынасыз ғой деді. Тілім күрмеліп қалды.
бір институт басқарып отырған адамның сөзі. Білет деген адамның сөзі. Білет деген адамның сөзі. Енді өзің былай қара. Қырғыз деген сөз бар. Иә. Осыны қалай жазасың? Орфоэпия бойынша жазасың ба? Орфография бойынша жазасың ба? Қалай естіліп тұр, солай жазасың ғой. Иә. Қырғыз. Ахмет Байтұрсынов айтады ғой. Естіліп түбір сөздерді ғана айтады ол кісі. Мына ол жаңағы менің сөзім ғалымдар білу керек оны. Жай адам ажыратпау, ол ажырату керек. Қырғыз дедің, ғыдан кейін естіліп тұр. Қырғыз деп. Қырғыдан кейін бірден ызды жазсаң да қырғыз екенін білесің. Бірақ Ахмет Байтұрсынов естіліп тұрған дыбыстардың бәрі жазылу керек дейді. Егер оған әріп жетпесе, жаңа әріпті ойлап табу керек дейді. Осылай ма? Ал жарайды. Қырғиды. Естіліп тұр ма? Естіліп тұр. Бірақ жазылмайды. Бірден и жазылады. Қырғи жазылады. Неге? Орыс тілінде солай. Көрдің ба? И деген дыбыс бізде жоқ. Бізде шолақ и бар. Дауысты дыбыстан қайын ғана келетұғын шолақ и бар. Мына идің бәрі орыс тілінден енді бізге. Ахмет Байтұрсынов өлгеннен кейін, Қалел Досмұхамедов атылғаннан кейін кіргізді 40-шы жылда. Біз 29-шы жылдан 40-шы жылға дейін латын әліпбиінде болдық. Ол кезде латын әліпбиінде и жоқ. Ана өңкөй бұрынғы қазақтың тілімен, қанымен білетін адамдардың қалғы жауы болып келген кейін ғана мынау жүзеге асты. Оны орыстар жаз деген жоқ. Өзіміздің ғалымдар ойлап тапты. Мен идің орнына, мен идің орнына, бірақ орыстың иін жазамыз деп. Сонымен біздің кім айтады? Ахмет Байтұрсынов айтады. Қазақ тіліндегі дауыссыз дыбыстар дейді, сөздің жаны дейді. Дауыссыз дыбыстар сәні дейді. Тәні дейді, то есть тәні, денесі деген сөз. Сонда біз жанынан айырдық қой. Әне жазбайды. Тіпті Рысқұлов дегенде біз оны тастап Рысқұлов деп жазамыз ғой. Рыс деген сөз болмайды ғой қазақта. Ол орыстың сөзі ғой, рыс деген. Ырыс қой ол, ырыс береке. Мінекей. Осындаймен ортақ емле жасаймыз дейді. Бұл саясаткерлік, халықты алдау, өтірігіне сандыру. Мен айттым сөз. Өнен кейін Ахмет Байтұрсынов айтады. Бұлай жазамыз деп тілді емлеге бағындыруға болмайды дейді. Емле тілдің табиғатынан шығу керек дейді. Ал енді сенің мен идің орнына, мен идің орнына, мен удың орнына, мен удың орнына бір иді, бір уды жазамыз дейді. Бұл әуелі сен емлені жасап, соған бағындырып тұрсың ғой. 100% қарсы ғой. Бірақ Ахмет Байтұрсынов ұлтымыздың ұлы ұстазы, алай-бұлай әуел тіл білімі институты айтады. Тіл білімі институтында жаңағы Саясат Нұрбеков деген ғылым және жоғарғы білім министрі. Ол орыс мектебінде оны оқытпайды. Орыс мектебі бұл қазақ мектебінде оқытқан жоқ оларда. Қазақ тілі деген жалғамалы тіл болады. Оның негізгі заңы, үндестік заңы болады дегені қазақ мектебінің өзінде оқытқан жоқ. Мен бардым мына тіл білім институтындағы Анар деген қызымызға. Ол оны мектепте оқыған жоқ. Айналайын, неге осы Ахмет Байтұрсыновтың емлесі негізге шықпайды? Мен оны билігім жетпейді, ол үшін менің бастықтарым білу керек. Байтұрсыновтың кім екенін де білмеуі мүмкін ол. Бірақ ел ұстаз деп жатқаннан кейін айтады. Сол ұсыныспен президентке мен емес, жаңағы министр кіру керек. Мына Ахмет Байтұрсыновтың ақталғанына 30 жылдан асты 40 жыл болады. Ол кісінің емлесін біз жүзеге асырғамыз жоқ. Ол кісінің айтқан, бірақ ол ұстазымыз деп айқайлап жатырмыз. Бұл ұят болды деп солар кіру керек. Мен кірелсем кіргізбейді. Өйткені сөздерде отырғанның бәрі Ахмет Байтұрсыновтың халық жауы болып қала берсін, қала берсін. Мына қызметіміз замана отырайықшы, мына бәленің пікірдің не бар дейді. Бұл қайда апарады? Тіл. Мен мына мақалаларын оқимын, ана тілге анасында ғалымдар, тіл мамандар шығады. Біздің тіліміз дейді енді латын әліпбиіменен көркейіп дамиды дейді. Қалай дамиды? Мысалы, мен Бексұлтан дегенді латынша жазғанда мен Бексұлтан басқадан болып кетем бе? Ақылды деген сөзді латынша жазсаң ақылды болады да, мына келеме жазсаң ақымақ болып қала ма?
70 Совет өкіметі жылында мына бір ғасырға айналып қалды, келемен жазып жатырмыз. Қаншама энциклопедия шықты, қаншама тарих шықты, қаншама сөздіктер шықты, қаншама ғылыми нәрселер бәрі шықты. Соның бәрін ұмытып, латынға көштік дейік. Латынға көшкенде жаңағы Ахмет Байтұрсыновтың емлесін жүзеге асырады екен деп ойладым ғой мен. Сөйтсем, мынаны көшіре салады екен, бітті. Бұрынғы емлені көшіре салып көрдім. Ана Уәли деген жасаған екен, мен таң қалдым. Сонда не керегі бар? Бір әріпті екінші әріпке өзгергеннен бір жаңалық бола ма екен ол? Ол немене, орыстарға қарсылығымыз ба? Ол неменеге қарсылығымыз? Әліпбиді өзіміздің тілмен 29-шы жасаған, о кезде Ахмет Байтұрсынов бар, Халел Десінғойын, Құдайберген Жұбановың бар, бәрі бар. Солардың жасағанында и дыбысы жоқ. 26 ғана қаріп. Даяр тұрғанға көш. А қазір мынау компьютерге оңай деп қазақтың тілі үшін емес, компьютер үшін жасаған алфавитті ұсынады әліпбиді. Компьютерге оңай. Компьютердің сонда қазақ халық немене? Халықтан компьютер артық па? Жаңағы мен айтып отырған жаңағы қырғи деген сияқты. Оның жоқ қылып иді жазады. Оны қырғи деп отырайын. Орыс тілінде ы мен и қатар келмейді. Айтыла береді. Мен и келмейді. Жіңішке и ғана оларда. И дегеннің орнына и деп жазылады. Міне, бір халықтың тілде екінші бір халықтың емлесін тағу деген бұл қалай сұмдық. Содан кейін 18-ші параграфта айтады. Орыс тілінен енген сөздер дейді, өзгертілмей, сол елде қалай жазылса, сол орфографиялық өзгертілмей жазылу керек дейді. Осыма тәуелсіздік тіліңнен алғаны? Орыс тілін кіргізе бер дейді. Оны өзгертпе дейді. Бұрын енді кроватты кереует дедік қой. Енді өзгертуге болмайды. Завод деген завод дедік қой. Енді болмайды. Қалай орыс тілін айтып? А неге? Неге? Өйткені қазақ тілі дамымау керек. Сон дамымайтын емлені бұзбай отырып, қазақ тілі дейді, болашақ дамып жатырмыз дейді. Міне, өтірік, лжи наука дейді бұны. Көрдіңіз ба? Осының бәрін біліп отырып, қалай риза боласың бұған? Мысалы, президент дегеннен кейін бізді бұдан кейін ыр жазамыз. Ал кешегі аталарымыз айтқан, екі дауыссыз дыбыс сөздің басында. Бірде бір сөзде келмейді қазақтың. Бірде бір сөзінде келмейді. Значит, президенттің екеуінің арасында етеру керек, қазақ айтқанда. Президент деп айтамыз. Кремльдегі кідан кейін ыр келеді. Кремль. Ол қазақ тіліне келмейді. Арасында болу керек. Кремль дейді. Бізде жіңішкелік белгі болмайды. Жіңішкелік болмау үшін л менен мұның арасында болу керек. Кремль. Ана жіңішкелік белгінің қажеті жоқ. Бізде жоқ сөз ол. Міне соның бәрін орыс тілінің емлесін бізге нығарлап отырып, Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институты дейміз. Ахмет Байтұрсынов атындағы тіл білімі институтының емлесі Ахмет Байтұрсыновтың емлесіне қарсы. 100%. Осындай парадоксты көрдің бе? Ал енді осыны айтып, президент жарлық берсе ғана жасайды. Институт бекер қазіргі. Тіл институты, мына ғылым және саясат Нұрбек, 2 рет ашық хат жаздым. Мына жай хат жазсам, ұялмайтын шығар деп қазақ әдебиеті арқылы жаздым. Екеуіне аға хатыңды алдым деген сөз жазған жоқ. Министр яғни. Министр жаңағы саясат Нұрбек. Ол қандай мәдениеті бар министр? Ол қазақ тілі құрмаса күл талқан болсын. Мен қызметінде отырайын деген ғана адам ғой, бітті. Ал енді осы емлемен кете берсек, орыс тілі өстіп бізге кіре беретін болса, кеше осында Бижомарт деген ғалым жігіттің ана тіліндегі мақаласын оқыдым. Бір А деген дыбыстан басталатын сөзде біздің сөзімізде 15% орыс сөзі бар екен. 15%. Тағы бірінен айтты 20% деді. Сонда не болды өзің ар жағына? 20-30% орыс тілінен енген сөздер тұр екен. Біздің сөздігімізде. Ол біздің сөз емес, орыс тілінің сөзін өзіміздің ана тіліміздің сөздігі деп кіргізіп отырмыз ғой. Міне, тіл бұзылып барады. Демек, енді бір ғасырдан кейін осы тоқтамаса, қазақ халқы орыс тіліндегі халық болады. Бәлкім қазақ деген атымыз өзгертпес, бірақ біздің ұлттық тіліміз орыс тілі болады. Мемлекеттік тіліміз орыс тілі болады. Оған ешқандай бізде жағдай жасалып жатқан жоқ тілді дамытуға. Өтірік бәрі. Өтірікті қанша мақтасаң да сол өтірік күйінде қалады ғой, қалай болады? Енді жаңағы емлеміз анау. Ол қалай дамиды? Орыс тілінен енген сөздер дейді.
өзгертілмей орыс тілінің орфографиясын жазылу керек дейді. Ол қалай енді? Біз премьер дегеннің арасын п мен р-дің арасына ні қоса алмаймыз. Кремль дегенге кремль деп жаза алмаймыз. Сонда бұл тіліміз құрмағанда неге құриды? Не құриды енді? Тіл құриды. А тілі құрған соң кім құриды ар жағында? От құриды. Бұл қазақ айтады, шөлмек дейді. Қолға кет. 1000 күнде сынбайды дейді. бір күнде сынады дейді. Өйткені 1000 күн сынуға бол жұқарады, майысады, бір күн бір қылып келгенде пырт етті сынып кетеді. Тілде солай. Ақырын 15%, 16% азайып келе жатыр міне. Азайып тілдің қазақ тілінің үлесі жыл сайын азайып келе жатыр, басқа тілдің үлесі жыл сайын көбейіп келе жатыр. Енді 100 жылға созылғаннан кейін екеуі тепе-тең болады, не болса ана тіл басым болады. Өнен кейін қазақ тілінде сөйлейтін адам өз-өзінен кете бастайды. Шетелге кетеді, үйтеді, балалары сол жаққа оқиды, оларға қарын тойса болды. Жат жерде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол дейтіннің өзі қазір құрыды. Қарын ит тойған жеріне, ер туған жеріне дейді. О да құрыды. Бәрі қызметі жақсы екен деп Америкаға кетеді, Европаға кетеді, Кореяға кетеді, сол жаққа кетеді. Мына елде өңкей мүмкіндігі жоқ, барып кетуге, бала шағасы қазақша оқитындар ғана қалады. Ол қашанға қалады? Құлсырлық бере жатыр шет-шетін. Ақырын құлсылық бере жатыр. Қазір атасы қазақша сөйлейді, баласы жартылай қазақша, жарты сөйлейді, немересі тек орысша сөйлейді, не ағылшынша сөйлейді. Ол халықта қандай болашақ болады? Оған кім қам жасап жатыр қазақыны? Ауданның жиыны, облыстағы мемлекеттік жиын, республикалық мемлекеттік 100% қазақ тілінде, мемлекет тілінде өту керек. Мемлекет тілін білмейтін бердің құлағында ілеспе аударма болу керек. Мемлекеттік деген сол. Аудандық жиын, облыстық жиын, республика көлемі, мемлекеттік көлемдегі жиындардың бәрі мемлекет тілінде өту керек. Сонда мемлекеттік тілді білетін адамдар ғана мемлекеттік қызметке алыну керек. Сонда тілдің де баға ашылады, халықтың да баға ашылады. Міне біздің қазіргі емлеміздің ең қауіпті жері, түкке жарамайтын жері әрі. Осы. Осы ілім емес, ілімді ілім қылатын болдық. Бізге халықтың жағдайы емес, шенеуніктердің жағдайы қажет болып тұр. Сол ойлар. Бәрін шенеуніктер жейді, шенеуніктер 100% орысша сөйлейді. 100% қазақша сөйлеп, орысша білмейтін бір шенеунік жоқ. Міне, осы жағдай біздің болашағымызды түбі құртады. Енді тарихқа бір кішкене шегін жасайын. Мынау Мұқағали Мақатаев ақын қайтыс болғанда қасында сіз болдыңыз. Енді ол кезде Мұқағалидың атағы қазіргідей емес еді ғой. Енді қазір Мұқағалиға ие болып жүрген адам көп. Мен өткен едім, мен бүйткен едім деп. Енді сол кезде атағы бұндай емес еді. Сол кезде азғантай інілердің бірі өзіңіз едіңіз. Ақтық сапарға шығарып салдыңыз. Оның бір қиындықтары туралы айттыңыз. Сол туралы бір кеңірек айтып беріңізші. Мына бізде жақсы ақындар біздің мына шығармашылыққа келген кезімізде ағаларымыз қазақ тілінің майын шығарып білетін бәрі. Түскірігіне дейін қазақша болатын, пысқырығына дейін қазақша болатын. Біз сол ортада келдік, солардың қамқорында болдық. Ол кездегі ағаларымыздың бірен сарам болмаса, мынау қазақ емес еді, мынау қазаққа тілге шорқақ еді дейтін бірі жоқ қой. Қазақ тілімен сусындағы, қазақ тіліне шомылған ақындар, жазушылар ғой. Мұқағали, оның мен қолжазбаларын түгел көрдім. Түгел, 100% көрдім. Сыз тастап үстіне жазған сөзі мүлдем жоқ. Бірден жазды. Мектептегі оқушы кезіндегі дәптерлері сақталған. Яғни өлең құйылып келеді. Құйылып тұрады, өзі келеді, өзі жазады. Түзетпейді. Ана қызылордалық ақын қыз бар ғой, Әбдіқалықованың есіңе мен алғайсың деген өлеңін ән шығарды. Соның 3 нұсқасын жазыпты. Қолжазбаларында. Ананы бір сөзді өшіріп үстіне сөз жазбаған, одан да 3 нұсқасын жазған. Үшеуінде көңіл күйіне байланысты 3 кездегі өлең. Артығы да жоқ, ештемесі жоқ.
Біз болсақ мына сөзден сызып тастап, одан тәуелсіздік қосамыз ғой. Ол кісі өйтпейді. Демек, құйылып тұр деген сөз. Бүкіл басқалардың мен білмеймін, Мұқағалидың егер сол оқушы кезінен сақталған дәптерлер кейінгі анау жүрек сыры деген ауруханада сақталмаса, оның ұрпағы емес. Мұқағалидың кім екенін көрсететін сол қолжазбалары. Күнделігі. Өз қолымен жазған. Түзетусіз, ештеңе. Орысша жазғандар да бар. Орысшасының бәрін мен қазақшаға аудардым. Осы Жас Алаштың о кезде Ленинші жас қой, соның ұсынысы бойынша. Сіз араластыңыз ба сол кісінің стилімен аудардым. Қазір көбін сол Мұқағалидың өз сөзі де бар, оның ішінде орысша жазғандардың бәрін мен аудардым. Оқыдық. Осындай нәрселер бар. Мұқағалидың туы деген. Ал енді соны кезінде бір ақын, біз Қызылордалық болатын, сол 70-80 ғана өлеңі бар деп мақала жазды Мұқағалидға қарсы. Өзі қазақ біреуге бірі қарсы шыққанды абырой көреді-ау деймін. Бұл мәдениетсіздіктің ең төменгі түрі. Төменгі түрі. Біреуге қарсы шығу сенің батылдығың, батырлығың деп есептейді. Ол сенің мәдениетсіздігің. Енді Абай өйтіп, Абайдікі дұрыс емес деген адамдар болды ғой. Ана Сәбит Мұқановтың ақындар қара тақтаға жазылып қалмаған деген мақаласы ғой. Біз Абайдың өзін жерден алып жерге салдық қой. Осындай бір жаман мінезіміз бар бізде. Ал ол мінезді кімнен жасырамыз? Өзімізде тұр ғой. Күнделікті көріп жүрміз ғой. Іштарлық деген болады. Көре алмастық деген болады. Қызғаншақтық деген болады. Халықты да өсірмейтін, жеке адамды да өсірмейтін осы мінездер. Бұдан қалай құтылуға болады? Тек білім арқылы. Тек оқу арқылы. Басқарушының кеңдігі, басқарының іштарлығы, соның бәрі мемлекетті қалыптастырады ғой. Осыған қарап отырсыздар. Бәріміз қазір Шыңғысханды айтып, Шыңғысханға таласып жатырмыз дейді қазір бір тарихшылар. Неге таласасың? Оқу. Шыңғысханның өзінің көзі тірісінде жазылған тарихтар бар. Оны қазір бұрмалап Моңғолдың құпия сөздері дейді, сокровенное сказание монголов дейді орыстар. Оның негізгі мағынасын ана Қытайдан келген Тілеуберді Әбенәуил айтып берді. Шыңғыс қағанның құзауыры, Шыңғыс қағанның түпті қияны деген, құзауыр деген, арғы тегі деген сөз. Ал енді қара, оның кітаптың шын аты осы екен. Бұны алғаш бұл кітапты көрген орыстың Кафаров деген адамы. Оны Архимандрит Палладий дейді, өзінің діни аты, Қытайға барып оқыған. Сол алғаш көргенде старинные рассказы о Шыңғысхане деген ненің ішінен көреді, жинақтың ішінен. Ойбай деп мына ішінен көріп, ол бұны аударады орысшаға. Алғаш аударған сол Кафаров. Содан кейін ана мұрағаттың адамдарынан сұрайды, мынаның түпнұсқасын көруге бола ма деп. Бұның түпнұсқасы дейді, біздің Қытайдың оңтүстік астанасы солтүстікке көшкен кезде жоғалып кеткен мыс дейді. Ол жоғалып кетсе, мынау 21 ғасырда жаңағы Тілеуберді Әбенәуилі Үренжінің архивінен қалай тауып алды? Шыңғысхан. Өйткені Шыңғыс қағанның құзауыры деген сөз көне түріктің, көне қазақтың сөзі. Құзауыры деген. Ол кітаптың аты түрікше жазылса, іші не болады? Іші моңғолша, қалмақша бола ма? Іші де қазақша жазылды деген сөз. Міне, бұрмалаудың басы осыдан басталған. Бұл Шыңғыс қағанның құзауыры деген бәлкім Тілеубердінің айтып отырған рас емес шығар деп те ойлауға болады ғой. Сонда 1973 жылы Москвадан Алтын топшы деген кітап шықты. Бұл кітап 1926 жылы ма бір сол Моңғолияда тұратын біреу тауып алады. Тауып алып, оны оқып, бір данасын Парижге жібереді. Сөйтіп Алтын топшы деген бұл тобыш деген сөз, түйме деген сөз екен мына қалмақтарда. Соған бұны Шастина деген орыстың ғалымы соны аударған, сол айтады, бұл алтын түйме деген сөз дейді. Ал енді Шыңғыс қаған жайындағы негізгі жинақ үлкен еңбек Рашид-ад-Дин деген парсының адамының жазған Жамих ат-Тауарих дейді. Жамих ат дегенде қазақ жамағат көпшілік дейді ғой. Толық адам деген сияқты. Сонда бұл түгел тарих деген сөз. Толық тарих деген сөз. Шыңғысхан жайындағы толық тарих деген сөз ғой. Оны қазір сборник летописей деп аударды орыстар. Соның ішінде
Рашид ад-Диннің алғаш аударған Березин деген 1865 жылы аударады. Орыс. Сол алғашқы алғы сөзінен ақ бұл Шыңғысқа түрік деп жазады. Сол жазғаны оның Ленинградтағы анау тарихшылардың несінің үлкен журналында тұр, кітап болып шыққан жоқ. Шыңғыс ханның ондай көреген болуының себебі бұл 10 жыл Қытайдың тұтқында болады ғой бала кезінде. Сонда көреді Қытайлардың жазуын, жылдама жазуын, мемлекетті құрғаны, мемлекетті қалай құрғанын бәрін 10 жылдың ішінде Қытай тілінде үйреніп алды ғой ол. Міне сол кене шыққаннан кейін өзін жоқтайтын ешкімі жоқ. Шыңғыс хан жоқтайтын мемлекеті жоқ, жоқтайтын ұруы жоқ, жоқтайтын тайпасы жоқ. 10 жыл іздеусіз қалды, өзі сол жерде ақылымен қашып шықты. Сол жердегі Қытайдың батырының қолдауыменен. Көрдің ба? Міне сондықтан ол келе салды да жаңағы інісін оқуға берді. Ол оқу арабша оқу. Араб. Ана жаңағы білер, анау қазақ емес, Қытай емес дегендерді айта береді, бірақ өзі оқымайды. Сол жерде тұр. Жаңағы Моңғолдың құпия шежіресі деген аттада тұр, Шыңғыс ханның құзауырында тұр, Сокровенный сказание бәрінде де тұр. Шыңғыс ханның сондай бір інісі болғанын, оның бұлай анау алғашқы дос болатын досы бар, Бауыршы деген. Оны Борошы, бірдеме деп өзгертіп жазады атын. Бауыршы деген етті ұрайтын адам деген сөз. Қазақша, көне қазақтың сөзінде. Сонымен дос болады ғой. О да Жалайырдың баласы. Яғни Шыңғыс хан Жалайыр. Енді соны неге Жалайыр болады ол? Өз-өзінен Жалайыр болмайды ғой. Жаңа Бауыршы бірінші досы Жалайыр. Рашидин айтады, оның өзінің батырлары Бауыршы, Желме, бәрі де Жалайырлар дейді. Қытайдың елшісі болған Шыңғыс ханның ордасында болады, Мұқалидың ордасында болады. Екеуінде көрген сол айтады. Шыңғыс хан бұл татар дейді. Ешқандай қалмақ халық емес, татар. Және бұл жабайы татар дейді. Қара татар, қатардың ішін жабайы татар. Мұқали да солай дейді. Бұның қолбашы батырларының бәрі Жалайырлар, сол татарлар дейді. Ал енді сонда мен айтсам руға тартты дейді. Тілеубердін айтса, екеуміз де бірақ Жалайыр емеспіз. А енді жаңа Қытайша оқуға не керек? Ол Шыңғыс ханның кім екенін анығын айтты. Және бұның туып өскен жері дейді. Қиданның дейді, солтүстік батысында. Қидан деген жерде қазір Моңғол Халық Республикасы отыр. Соның батысында кім отырады солтүстік батысында? Қазақстан тұр. Ол кезде Қазақстан деген мемлекет жоқ қой. Ал осыны оқымайды да. Ал енді осыдан қалай? Енді қара, жаңағы үш нені оқитын болса айтады. Алғаш екеуі, Жамұқа екеуі дос болады. Анда дейді. Жамұқа Жалайыр. Оның басын жат жұрат, бұның тайпасы жат жұрат дейді. Өзің ойла, жат жұрат деген қалмақтың сөзі бар ма? Жат деген жат. Қазақтың сөзі ғой. Жұрат деген жұрағат, ағайын деген сөз. Сонда азық жазғы, бұның нәсілі бөлек болғандықтан, бұны жат жұрат деп атады. Енді мен ойлан шығарып отырғым жазылып тұр ғой. Шыңғыс ханның өз заманында жазылып тұрған сөз. Жат дегенде қазақтың сөзі, жұрат деген сөз. Нәсілі бөлек болғандықтан деп анық айтып отыр. Соны оқымайды жаңағы Әлімғазы, бірдеме деген тарихшыларымыз деп өздері дуылдайды ғой. Оқымайды да айта береді. Неге айтты? Мен Қытайдан келдім, о жақта оның қалмақ екенін білемін дейді. Сондай сөз бола ма екен? Тарихқа менмендік жүрмейді. Тарихқа ана Әлкей Марғұлан құсап бүйтіп үңіліп отырған адам ғана жетеді тарихтың негізіне. Ал енді және осыны қой. 10 жыл түрмеден қашып шығады, Қытайдың бір батыры көмектеседі бұған. Түрмеден қашып шығуына, жаңағы құлдықтан. Онда жай тұтқында болды демейді, құл болды деп жазады. 10 жыл құл. Содан әбден Қытайлардың кемшілігін де, жақсылығын да бәрін біліп шықты ғой. Содан шыққаннан кейін жаңағы анда досының қасында 1,5 жыл болады. Бәрінде жазылып тұр. Жаңағы мен айтып отқан Рашид 5-6 кітап қой, Шыңғыс ханның өз заманы. Соның бәрінде де жазылып тұр. 1,5 жыл Жамұқаның қасында тұрады. А Жамұқа Жалайырдың сол кездегі әкімі. Рашид хан. Оның қан болуға хақысы жоқ. Өйткені Шыңғыс ханның тікелей Жалайыр емес, ол жаттан туған. Жаңағы Боданшардың жүкті болып келген қатынан туған. Ол кімне? О да бір Жалайырдан жүкті болған, бірақ Боданшардың баласы емес. Бірақ сол бала болып, соның баласы болып кетеді ғой, сондықтан ол жат жұрат дейді. Бірақ Жалайырға жатады. Екеу 1,5 жылдан кейін қасында шешесі бар.
Ал енді 10 жыл оның шешесі қайда, бөрте қайда жүрді, інілері қайда, желме менен Бораша деген нөкерлер олар қайда, ешбір тарих айтпайды. Ешбір тарих айтпайды. 10 жылды жоқ қылады. Өйткені Шыңғыс ханның өзі айтқысы келмеген. 10 жыл Қытайға құл болған, намыстанған ғой. Содан шығады көп өтіріктің бәрі. Әлі кімді өзінің баласы тұңғышы Жошыны өзі өлтірмек болып, осыншалыққа дейін барады. Бұның бәрі өтірік. Бұны тарихшы бұндай өтірік айтпауға тиіс. Өзі оқу керек. Өсек аяңды былай шығаруға болмайды. Өзі оқымаған нәрсені. Тарихшы деген аты бар ғой оның. Бірақ бізде ұра береді. Сонда Жамұқа екеуі ол айтады ғой, мына жылқының да өзінің тұрағы бар, қойдың да тұрағы бар, кеш батып барады дейді. Анаң не тұспылдап отырғаны кім түсінбейді. Шыңғыс хан. Сөйтеді де шешесіне мынау айтып отырғанда бөрте ортадан киіп кетеді. Осы досыңыздың пиғылы бізге деген бұзылды жаман. Осы аман бірдемеге ұшырамай тұрғанда аман есен кетсе қайтады дейді ғой. Сөйтеді де бір түнде көшеді ғой. Көшеді дағы Жасылкөл деген жерге барады. Көк Нор дейді. Көгі көк, норы көл ғой енді. Бұл Жасылкөл қазір Жаркенттің желкесінде тұр. Бұл мұны Шұбардан кетті. Бұны бұрын жұбыр деп оқитынбыз. Тілеубер деген жігіт бұның Шұбар екенін, Көту Арал деген Арал төбе екенін бәрін дәлелдеді ғой. Осы күнге дейін Шыңғыстай деген жер тұр. Өзі қазақтың жерінде Шыңғыс деген атау міне Кербұлақ ауданында Шыңғыстай деген жер тұр. Абай облысында Шыңғыстай тұр. Шығыс Қазақстанда Қотанқарағайда Шыңғыстай тұр, Оралхан туған жер. Осының бәрі бекерден бекер қойылмайды ғой. Шыңғыс туды дейді ғой, моңғол халқы Шыңғыстың атында бірде-бір жер жоқ. Неге оның бәрі қазақта болады? Өнен кейін бүкіл нелерді айтады. Шыңғыс жалайырлардың бір тарауы Уранхайлар дейді. Қазіргі Сібірде Уранхай болып жүр ғой. Мына Саха несінің жартысы Уранхай, олардың қайдан шыққандай орыстар, сендер бірдемесіңдер, бурятсыңдар, бірдеңіз олардың басын шатастырады. Түркістан облысында Сауран деген аудан бар. Сонда Уранхай деген ауыл бар. Бір деп қой. Жаркенттің жегесінде Бұрқан тау деген тау бар өзінің есінде. Оның иесі Бұрқан. Уранхай. Уранхайлық Бұрқан деген кісі. Бұны екі деп қой. Марқакөл деген көл бар Абай ауданында. Марқакөл деген жерде Оралханның ауылы екі арасы жақын ғой. Анау Күршімде, қазір Күршім жерінде қалды. Соның Марқакөлдің шығысында Уранхай деген үлкен ауыл тұр. Оқ-жетпеске қарай Көкшетау облысы. Оның ар жағында Уранхай деген ауыл тұр. 4 жеті Уранхайдың аты тұр. Бұл қалай қалмақ болады? Бүкіл қолжазбада дейді. Жалайырдың бір ұруы Уранхайлық дейді. Бұны енді мен ойлап тұрмын, тұр ғой жазбада, сол кездің жазбасында тұр. Қара. Желме деген батыры бар. Оның інісі Сүбетей деген бар, Сүбетей. Екеуі де сол Уранхайлық. Жаңағы Қытайдың елшісін айтып отырған дұрыс қой. Оның бүкіл батырларының бәрі өзінің татарлары дейді. Және жабайы татарлары. Жаңа Бауыршы деген о да жалайыр болады. Жамұқа о да жалайыр болады. Содан 1,5 жылдан кейін ана бір түнде көшіп кетті ғой. Сонда бүкіл ненің айтады. Бұған енді дейді Жамұқадан бөлініп бәрі Теміршынға қосылды дейді. Шыңғыс ханның шын аты Теміршын. Оны Сәкен Сайфуллин де жазған, Қазанғап Байбол да жазған, Қазыбек Тауасар да шыққан, кеше қайтыс болған Мағауин де жазып кетті. Міне енді осының бәрін қара. Содан бәрі Көкнорға келіп, Теміршынға, Шыңғыс ханға қосылып, көп жұрт болды. Өзі жалайырдың бәрі кетіп жатыр ғой. Азақ адам қалады кімнің? Жамұқаның қолында. Сонан кейін қарттар жиналып дейді. Енді Теміршін сен бізге қан бол. Бір қан басшысы болмай біз ел болмаймыз деп Көкнорда бұны қан сайлайды. Жалайырлардың қаны сайлайды. Ал енді өзің ойла. Жалайырдың қаны деп сайлайды. Сонан кейін кімге барады? Жамұқа. Жамұқа оған ренжиді ғой. Екеуміз бірге жүргенде қан сайламай, енді екеуміз біргенде неге сайлайсыңдар деп ренжиді. Ана хандықтан. Екеуінің арасында хандық бақталастық бар ғой. Жалайырлар өте көп болған. Оны Қадырғали Жалайыр айтады, Рашид Әдін айтады. 70 күрен дейді. Әрбір күренде 1000 үй дейді. 70 000 үй ма,
әр үйде 6 бала ол кезде 6-7. Тіпті 10 бала, 9 бала, соның орташа есебін 6 деп ал. Сонда қанша? 42, 420 мың болады. Жарты миллион ғой. Татарлардың өзі сонда жарты, Рашид дәдін айтады. Татарлардың өзі 70 күрен дейді. Сонда мынаудан жарты миллион, адам жарты, екеуі 1 миллион болады. Оның сыртында Керей бар, Найман бар, Меркіт бар, Қоңырат бар. Олардың өзі сонда 2 миллионнан астам адамы бар Шыңғысханның. Ол көзі үшін бұл үлкен халық. Оны әлемді билеу үшін Шыңғысханның жағдайы бар. Халқа моңғол деген ол кезде жоқ. Рашид әд-Динде тізімін береді ол кезде. Қадырғали Жалайыри да береді, Әбілғазы бабамыз да береді. Моңғолдың құпия жүйесінде де кімге кімнің қосылғанын. Жаңа Жамұқадан бөлінгеннен кейін Жалайырдан бөлінген Жалайырлардың тайпасының бәрін атап береді әр кезде. Алтын топшыда тіпті сол кезде 12 хан болды дейді. 12 ханды кім бастағанын, қай жерде болған, онда да айтады. Осылардың бәрін оқысаң, оның Жалайыр екенін ешкім таласпайды. Неге ол Жалайыр екенін айтсаң, сен ұлтшыл болуың керек. Неге ол ұлтшыл болуың керек? Мен оны түсінбеймін. Тарих қой. Тарихты өтірік бұрмалауға, саясатқа бұрмалауға болмайды. Қалай жазылды, солай болу керек. Кімнің? Қадырғали Жалайыридың өзінің ол кісіде кітабының атын Жамиғат Тауарих деп қойған, кітабының атын өзі қоймаған, оны Березин қойған. Жамиғат Тауарих деп қояйық деп. Сонда айтады, Жалайыр елінің баяны дейді. Сонда ашып отыр ғой, бәрінің Жалайырдан шыққан. Оны оқымай енді қалай тарихшылардың тарихшы болады, мен түсінбеймін. Бұл дауласатын нәрсе емес Шыңғысхан. Өйткені бәрінде жазылып тұр. Міне жаңағы моңғолдың құпия жүйесінде тұр, Шыңғысханның құзауырында тұр, Сокровенное сказание моңғолда тұр, Алтын топшада тұр, кімнің Рашид әд-Динде тұр, Қадырғали Жалайырда тұр, Әбілғазы бар. 7 кітап мінетіміз. 7 кітап тыңдамайтын қандай тарихшы ол? Несі тарихшы әрбірден кейін? Ол халыққа іріткі салушы. Сенің тарихыңды бүлдіруші ол тарихшы емес. Міне осындай жағдайды ойлаймын. Ал енді кімді айтады? Тілеуберді Әбенәйіл деген ол ресми тарихшы емес дейді. Сондықтан оның айтқанын тымдамау керек. Неге дейді ғой? Мына Қазақ СССР ғылым академиясы оны шақырып, Қазақ СССР ғылым академиясының құрметті академия деген атақ берді. Соны қызғанып, неге оны береді дейді. Неге бермейді? Шыңғысханның тарихы жайында бір төңкеріс жасап, жаңалық әкеп отырса, неге бермейді оған? Баяғы іш тарлық. Менің мына тарих халқыма керек, мемлекетімге керек деп ойламайды. Мен қарсы шығып бір атымды шығарайын. Сондай сөз бола ма екен? Сондай ниет бола ма екен? Өзі құрып бара жатқан халқын, одан арған құртқысы келетін адамдарды қалай тарихшы деуге болады? Ол азамат емес, адам емес. Некрасовтың сөзі бар ғой, ақын болуға сен міндетті емессің дейді, азамат бол дейді. Мен де сол ғалым болу менің міндетім емес. Бірақ мен халқымның азаматы болуым керек. Қазақша сөйлейтін, қазақтан қазақ тудыратын, баласын қазақша оқытыратын, немересін қазақша төбіресін, шөбересінің қазақ болғанын тілейтін адам керек міне қазаққа. Ой, Америкада қызмет жасаған, ақшаны көп бердіңіз, ол жаққа кетіп бара жатқан адамдардың ол мықты қазақ емес ол. Қазақты құртып жатыр ол адам. Өз баласын, өз немересін орыс мектебіне, ағылшын мектебіне апарып жатқандар, ақырын қазақты құртып жатқан адамдардың қатарына қосылады олар. Қазақты ілгерілетейік деген адамдардың пиғылы емес ол. Қазақшаны біліп алып, басқа тілді үйрену, басқа тілді меңгеру бұл азаматтық. Шет тілді білу ол зиян емес. Бірақ негізі өз ұлтыңның тілін, мемлекеттік тіліңді білу керек. Сонан кейін бәрін біле бер. Ал өз тіліңді білмей, анаған қарсы мынаусы, бұл ол бір шабаланған жаман мінез ғой. Мен осылай ойлаймын. Аға, мынау замандастарыңыз туралы айтыңызшы. Кезінде Мұхтар Мағауин замандастар туралы айтқанда бір жазуда қиындықтар КГБ-мен күрескендері туралы айтты ғой. Сіздің замандастарыңыз несімен ерекшеленді? Қазақ тілінде еркін шомылды. Еркін сөйледі. Қазақ тілімен еркеледі. Қазақ тіліменен бір-біріне пікірін айтты. Қазақ тіліменен дамыды. Қазақ тілін қойшы да білетұғын, ғалым да білетұғын, академ бәрі білетұғын заман еді ол. Ол не дегеніңіз деп қазақ тілін сұрайтын адам болған жоқ ол кезде. Соғыстан келген ағаларымыздың шетін көрдік. Келіп, мына қазақты дүрілдетіп, қамқор болды. Мысалы, менің алдымнан Мұқағали шықты. Алғашқы повесімді Жұлдызға алып келгенде. Содан өле-өлгенше сыйласып кеттім. Сол
Өзі жұлдызда істейді. Өзі сондай ақын 2 жылда зорға бастырды. Өйткені менің кейіпкерім 4 күйеуге тиеді. Ол кезде солай, мынау кеңес заманның әйелі мынау деген сұмдық қой дейді. Ол соғыстың зардабы екенін неге айтпайды, көрдің бе? Ана оны түсініп отыр, бірақ іштарлықта жасайтын болу керек екен сағанда. Соны ақыры Қамза Есенжанов деген ағамыз болды. Халық жау болып кеткен, бәлен жылға сотталған, содан келген соғыс ара түсті. Жазды, пікірін ашық жазды. Осындай жақсы шығарма жариялады. Сонан кейін барып жариялады 2 жылдан кейін. Сонан кейін мен ауылдамын, о кезде Алматыға келдім. Алматыға келіп, осында Мұқағали Мұқаңменен араласа бастадым ғой енді, інісі болып. Сонда Мұқаң айтты: "Ай Бексұлтан, сен бүйтіп жаздым, қатырып жатырмын деп жүре берме" деді. "Сен кітап шығар" деді. "Сен ана жазушы баспасының директоры Әбілмәжін Жұмабаев деген ағаң бар" деді. "Көп оқиды" деді. "Білімді кісі. Сен сол кісіге бар да, ана жазған кітабыңды жоспарға кіргізіп қой. Сен ол кезде Жетісу газетінде менің 2 әңгімем шығып қойды. Соның бәрін құрастырып, сен ол кісіге жолық. Ай, ол кісі сені сыртына білуі де мүмкін" деді. Бардым. Шынында біледі екен. Көп оқып отыратын дедім. Бексұлтан деген сен байнай, сенің кінәлі махаббат дегенді оқығанмын жүреді. Ойбай, сені жоспарға кіргіземін деп, содан өлгенше сыйласып кеттім. Жаңа Әбілмәжін ағамен. Ол кісі мені үйіне шақырды, мен ол кісінің үйіне шақырдым. 80 жылдығында, 80 жыл келгенде, бүкіл жазушылардан 2 адамды шақырды. Мені, Қаназовты. Молдахмет Қаназов деген жазушы ағалар ма? Екеумізді қаназып. Анау Молдахмет Қаназов енді өзінің жерлесінісі, мен Айдаладағы өзіме сыйласып кеткен. Осындай ағаларымыз болды. Ғажап. Сенің қайдан келген, мыйдан келгеніңе қарамайды. Ал о кісінің әйелінің үйіндегі Зейтін Ақышев деген ағамыз болды. Әйелінің аға. Ғажап адам болады. Мына Жаяу Мұса жайындағы жазған романы ғажап роман. Тарих. Оны жұрт оқымайды қазір. Оқымаған соң білмейді. Бағалай алмайды. Оқымасаң қалай бағалайсың шынында да? Енді сондай ғажап ағаларымыз толып жатыр. Көбі аузыңға түсе бермейді ғой. Осындай ағалардың ортасында өстік. Әркімнің осындай бір өзін түсінетін, өзін оқитын, әрі оқырманы, әрі сыйлайтын ағасы болды. Мына Тұманбайлармен, Қадыр ағаларымызбенен, Оспан хан ағаларымызбен кәдімгі еркелеп өстік қой соларға. Әй Бексұлтан деп олардың бәрі сөйтіп тұрады. Олардың әй Бексұлтан дегені айналайын Бексұлтан еді ғой. Ондай ағаларды мен сағынам. Біз кейінгі ұрпаққа ондай аға бола алдық па, бола алмадық па? Біздің кезімізде бір бәле болды ғой. Бүйтіп қолымыз осы тәуелсіздікке керемет жетті, жақсы жеттік. Бірақ соны дұрыс пайдалана алмай келеміз ғой. Енді менің өзімнің қатарымда айт. Төлен Әбдіковті айт. Дулат Исабековті қара. Оралхан Бөкеевті айт. Әнес Сарайыпты айт. Қойшығара Салғаринді айт. Кәдірбек аға. Кәдірбек Сегізбай. Осылардың бәрі әр қайсысы ғажап жазушылар ғой. Анау сол Оралханның ағасы бар, Қалихан Сықақов ағаларың. Бір бітімі бөлек адамдар бәрі. Жаратылысы бөлек. Тіпті бұлай мінезі бар, төбелесе кететұғын Сәкен Жүнісовтың өзі. Анау елдің бәрінің аузы бармай жүргенде Жапандағы жалғыз үйді жазып, Заманай мен Аманайды жазып, адамның бір жаны ауыратұғын, халқыңның жүрек ауыратын уақиғаларды жазып кеткен ағалар. Олардан айналып кетпейсің. Жаңағы Кейкі Батырды жазып кеткен Құланның ажалын, Ақан Нұрманов қандай жазып кетті солар? Ертөліп кетті. Осындай бір ғажап ағаларымыз болды. Олар саған жаманаты мынаны аяғынан шалып жіберейік, талып жіберейік деген адамдар болған жоқ қой. Ішінде әргі кішкене көре алма, сөйте алмастар бірен саран болатын. Олардың өзін бір ағамыздың қателігін екінші ағамыз ұрысып тастайтын. Әй, бұған көмектеспегенде сен кімге көмектесің? Сөздер осылай келеді ғой. Інілеріңе қамқорлық жасау. Қамқорлық жасағанда саған бірдеме жасайды, бірақ сенің жарық кітабыңның шығуына, мақалаңның жарық көруіне, сенің оқып, біліп, еркін сөйлеуіңе қамқорлық жасап береді. Біздің орта
әдеби жағынан да, мәдени жағынан да, ұлттық жағынан да өте жақсы орта болды, және ақын жазушылар сапалы болды. Өте сапалы болды. Тілді жақсы білетін, өмірді жақсы білетін. Өйткені біз соғыстан кейінгі ұрпақ едік қой көбі. Жоқшылықты көрдік. Жоқтық деген екенін, тоқтық деген екенін ажыраттық қой. Жесір әйел, жетім қатын, жетім баланың бәрін көрдік. Өзіміз 3 уақ шай ішсек, сонымен қанағаттанған адамбыз. Сонымен өмір сүрдік. Ана жетімсіздік бір болмастың өзінің бәрі сенің басыңда ғана емес, бүкіл халықтың басында бар нәрсе екенін көріп жүрдік қой. Сондықтан бізде рақым бар еді, бір-біріне деген қамқорлық бар еді, жанашырлық бар еді, тілеулестік бар еді, ұлттық мүдде бар еді. Ұлттың тілде тұрғанын біз айттық, білдік. 3-ші курстамыз ғой деймін. Қыстың іші 11-де кіріп келдім, 8 бала жатамыз. Мына қазір Қарасай көз өгелде Виноградов дейді, 88. Киімді кешпей есіктен кіріп еді, мына кіре берісте радио бар. Құрманғазының күйін, Құрманғазы оркестр ұрвасыр екен тарсылдатып. Сырт тоқтатты дағы, дорогие студенты, бірдеме, біз поздравляемыз, демір. Әкеңнің деген сөз аузынан шығып кетті, шешінбей тұрған. Аналардың бәрі үшіп тұрды. Мынау комендант атаңайлы жынды ма, мына опыр-топыр 2-ші қабатқа жетіп бар. Сөйтсек бізбен бірге эконом-фактың жігіттері жаңағы бәрі неге толып кетті. Коменданттың несіне барып кетті. Неге сен қазақтың күйіне жүресің, какой-то біреудің туған күнімен керек деп топырлап кетті. Содан 4-5-еуімізді шақырып алып, неге Амандосов деген кісі деканымыз арыз айтқан ғой, осындай студенттер біліп әпті. Біз қаншамыз, 5-6-мыз біздің факультеттен сол жаңағы Қажығали төлендер бардық. Құдай бергенде енді бізді сендер, осы қазақты сендер қылам дейсіңдер, неге өйтіп тәртіптікті бұзасыңдар, ол ана коменданттың тәртібі, олардан бір... Бізді айтып отырмыз енді қалай енді. Құрманғазының күйін оркестрмен беріп атады, оны күйдің бітіруінде аяқ тұтпайды. Ортасынан үзіп тастап, біреудің туған күнімен құттықтайды. Бұл біздің ұлттық намысымызға тиді деп айтып отырмыз ғой. Амандосовтың Кәкен Аханов деген профессор ағамыздар, тіл біліміне кіріспе деген кітап жазған кісі. Екеуі отыр, бізді ұрысып, ана комендант, сөйтіп отырғанда комендант бізбен ұрысып отырып, ана екі ұстазымызбен ұрысып кетті. Сол бізге абырой болды да, ана екеуі де мына қатын өзі оңбаған қатын екен деген болу керек. Болды, сендерге ауызша айтты ғой. Сөгіс. Тоқтаңдар деді, бізді жіберді, бітті. Сөйтіп құтылып кеттік. Біз сонда мәселе анау біздің арманымыздың өзі сол ғой. Біздің халқымызды кемсітпеу керек. Біздің күйімізді, өнерімізді қадірлеу керек. Сондай мемлекетке жетсек деген арман ғой. Жеттік. Соны дұрыс пайдаланылмай отырмыз ғой. Тілдің жағдайы анау, тарихтың жағдайы анау, біздің жағдай мынау. Жақсы дегендердің бәрі шетелге жан бағуға кетіп отыр. Өз жерде жан бағамай отырмыз ба? Біз немене қайыр тілеп отырмыз ба? Өз еліңді сүю деген сөз, балаңды, ұрпағыңды қазақ қылып тәрбиелеу, қазақты нығайту, бүкіл мақсатымыз сол болу керек қой. Тарихты білу, бірдеме үгіттеу деген ол адамның рухын тәрбиелеу. Оның шындығы соған бірігудің орнына бір-біріміздің жаңағы Қожаберген жырау болған жоқ, сегіздері болған жоқ, Қазыбек тауысары болған жоқ, анау болған. Сонда кім болды бізде? Міне, ұлт бола алмай отырмыз ғой. Біз ұлт болғанбыз, ұлттан ыдырап барамыз. Міне мәселе қалай. Мен кезінде ұлт болмады деген қарсы мақала жазғам. Осы Ленинші жас басқан. 2 нөміріне жазды. Ұлттықтан ыдырап барамыз. Ұлттықтың өзі 5 түрлі ерекшелігі бар екен, Сталиннің жазған несі бар. Одан басқа ұлт қандай болу керек ешкім жазған. Бірақ негізгі тірегі тіл, территория. Құдай шүкір территориямыз бар, ішінде қай тіл. Территория тұра береді, ішінде басқа халық бола береді. Өзгеріп жатырмыз. Латын деген халқы болған, қазір тілі бар, сөзі бар. Қайда өзі? Жоқ қой. Вот сондай болып кетуіміз мүмкін. Ағайын, өзіңіз жазушысыз, оқырмандарыңыз сүйіп оқиды. Кейінгі уақытта да өзіңізден бір шығармалар күтеді ғой. Қазір не жазып жүрсіз жалпы? Қазір мен ғылыми Шыңғысхан
және оның құпиялары деген кітап жазып жүрмін. Көркем әдебиет қой яғни, иә? Жоқ, көркем емес, бұл тарихи атынан көрініп тұр ғой. Иә. Мына өсек аяң емес, сол кездегі деректерде не дейді? Сол дерек бойынша Шыңғысханның ғылыми. Анау айтты, мынау айтты. Ғылыми сол кезде жазып кеткенге ғана негіздеп жазатын нәрсе. Және оның құпиялары бар. Құпиясы өте көп Шыңғысхан. Мына біздің тарихшылардың кезінде Кеңес заманбақсы Гумилев еді ғой. Соның айтатыны бар ғой. Мынау қазіргі моңғолдың. Айтып, мы где-то что-то упустили дейді ол. Бұл мүмкін емес дейді. Мына қазіргі халқалардың Шыңғысханның шығуы. Біз тарихтың бір жерін білмей тұрмыз дейді. Ол білмей тұрғаны сол, мысалы Гумилев болсын, анау Оссын болсын, француздың тарихшылары. Бәрі Шыңғысхан жайында жазды. Бірақ ол қазақтың руларын, тайпаларын білмейді олар. Жерінде білмейді. Білмейді олар. Аралтөбе дейді. Аралтөбе моңғолда екен десең, моңғолда шығар дейді. Қытайда екен, Қытайда. Оны сөзді туып өскен мен білем. Мен осы кезінде маған қарсы қойған Қабдешкеде бәріне жүріңдер мен көрсетейін деймін. Бармады ғой бәрі. Мен енді сол жерде екі аудандың Кербұлақ пенен Жаркенттің екеуін, Орбұлақтың жерін Құдайға шүкір енді бір 70-80% білем ғой, оңғыл-сұңғылын білмесем де. Сол жерде ойнап өстім ғой. Сол жердің атаулары орналасуы, жаңағы мен айтқан 7 кітапты айттым ғой. 7-еуін 100% бірдей келеді. 100%. Қарақорым дей ма? Қарақорымы тұр. Зерен Қапшағай дей ма? Қапшағайы тұр. Шыңғысай дей ма? Тұр. Көту аралы тұр ма? Тұр. Шұбары тұр ма? Тұр. Жасылкөлі тұр. Түрген Тоғайы тұр. Бұрқаны тұр. Енді не керек? Іргетау ең құрмасана бір төні сартып кеткен. Бәрі бір ол жарайды. Мынаның жартысы жоқ болса да күдіктенесің. 100% тұрғаннан кейін қалай күдіктенесің? Демек біздің ұлттық санамызда бір бәле бар. Бір-бірімізді құптамауымыз керек, бір-бірімізге қарсы шығуымыз керек, бір-бірімізді құртуымыз керек. Бір-біріңді құртсақ ешқашан халық шықпайды, мемлекет құрмайды. Бір-біріңді құрту арқылы мемлекетіңізді құртасың. Осыны ұқпайтын адамдар қалай тарихшы болады, қалай зиялы қауым болады, қалай ұлтын сүйетін, жерін сүйетін, туған жер десе өлетін ұрпақ деп қалай айтуға болады, көкем-ау? Менің күйетінім осы ғой. Мен бақытты болып, жасарым да асап, бақытты болып, менің ұрпағым менен де бақытты болады деп өлгім келеді ғой. Менің ұрпағым менен құрып кетуі мүмкін деген ең қауіпті сөз көкейімде тұрса, мен қайдан бақытты боламын? Алтын уақытыңызды бөліп бізге сұхбат бергеніңіз үшін сізге көп рахмет. Құрметті көрермен, біз осымен тәмамдаймыз. Видео ұнаса лайк басып таратып отырыңыздар. Пайдасы тисе жақсы ғой.